Саламатсыздармы, құрметті тыңдаушылар. Бүгінгі біздің фармацевтикалық химия пәнінің дәрісінің келесі дәрістің тақырыбы пиридин 3 карбон қышқылының туындылары. Пиридин 3 карбон қышқылдарының туындылары. Бұл туындыларға бізге жататын препараттар, негізгі препараттарымыз никотин қышқылы, никотин амид, мінекей көріп тұрғандай, латынша атауы көрінікті және тривиалды атауы. Ал химиялық атауы мына келсек пиридин карбон 3 қышқылы немесе витамин тобы, никотин амидтің атауы 3 пиридин карбоксиамид. Үшінші өкіліміз кардиамин препараты. Бұның химиялық атауы никотин қышқылының диэтил амиді. Және төртінші препарат бізде пикамелон. Немесе оның латынша атауын көрсетті және химиялық атауы N-никотиноил гамма-аминомай қышқылының натрий тұзы. Бұл келтірілген төрт өкілдің бір-біріне ұқсастығы және айырмашылығы, әрине бұлардың идентификациясы және алу жолдарын қарастырамыз. Алдымен құрылымдық формулаға қарап өтсек, бұлар бізде пиридин 3 карбон қышқылдарының туынды болғандықтан, бізде пиридин гетероциклді 6 мүшел гетероциклді қосылыстан алынған препараттар. Және біздің формулаға қарағанда никотин қышқылы, яғни пиридин сақинасына бізге карбон қышқылының қалдығы карбоксил тобы қосылып тұр. Және бұны пиридин карбон 3 қышқылы деп атауға болады. Пиридин 3, себебі үшінші көмірсутегіде бізде қышқыл қалдығы қосылып тұр. Және келесі препаратымыз никотин амид. Бұл никотин қышқылына қараған кезде никотин амидтің құрамында балалар көріп тұрмыз амин қышқылының бар екендігі. Функционалды топ, амин функционалды тобының бар екенін көріп тұрмыз. Бұл бензоил қышқылының орындағы гидроксил топқа айырбастап тұр амин тобы. Және 3, сол атауына байланысты 3 пиридин карбоксиамид деп атайды химиялық атауы. Және 3 деп атауымыз себебі үшінші көміртегіде бізде карбоксил тобы мен амин тобы жалғасқан. Карбоксиамид. Келесі үшінші препаратымыз жаңа айтып кеткен кардиамин. Басқа атауы никетамид деп атауға болады. Кардиамин. Бұл алғашқы екі препаратпен салыстырған кезде біріншісінде бізде карбоксил топ болған, пиридин сақинасына қосылған, ал мына жерде бізде екінші препаратымызда бізде амин топ болғанда, ал мына жерде бізде диэтил амид тобы тұр. Яғни бізге азоттың жанындағы сутек атомын екі метил радикалы басып тұр. Бұл никотин қышқылының диэтил амиді болып аталады. Әрине. Келесі препаратымыз пикамелон. Пикамелонның алғашқы 3 препаратқа қарағанда айырмашылығы, бұл жерде көп тұста ұзын тізбекті қосылыс және ерекшелігі натрий тұзы бар. Натрий тұзының бар болғандығын біз сапалық реакция жүргізген кездегі натрий катионына жүргізетін сапалық реакцияны анықтаймыз. Жүргіземіз. Химиялық атауы N-никотиноил гамма-аминомай қышқылының натрий тұзы. Никотиноил гамма-аминомай қышқылының натрий тұзы. Гамма неге? Альфа, бета, гаммада бізде карбоксил топпен натрий тұзы қосылып тұр. Сондықтан гамма-аминомай қышқылы дейміз. Келесі, бұл препараттардың негізгі көрсеткіштерінде біз физика-химиялық зерттеу әдістерін қарастырамыз. Өз-өздігін анықтағанда, яғни идентификациялағанда, 4 препаратты, пиридин 3 карбон қышқылының 4 препаратының инфрақызыл спектроскопия түсіреміз. Екінші ультракүлгін спектрін анықтаймыз және олардың құрамында қандай айырмашылық бар екендігін, функционал топтарының бар әмесін, әрқайсысы бір-бірінен айырмашылық, біреу орын басқанда, біреуінде метил радикалы бар, біреуінде 2 этил радикалы бар, және бір аминомай қышқылының қалдықтары бар, гамма-аминомай.
Соны біз инфрақызыл спектрін, ультракүлгін спектрін және балқу температурасы арқылы анықтаймыз. Енді бұл жерде бізді қараңыздар. Бізде физикалық қасиеттер бойынша никотин қышқылы бізде балқу температурасы келтіріліп тұр. Өте жоғары екен, 234-238 градус Цельсияда. Ал никотин амидіміз, ол никотин қышқылына қарағанда төмен, себебі оның құрамында амид тобы бар. Сосын никета амид, бұл бізде су температурасы, яғни салқындау температурасы 20-25 градус Цельсия, тығыздығы 1,058 және 1,066 грамм сантиметр куб. Сыну көрсеткіші мына көрсеткіште көрініп тұр. Әрине, осы физикалық неге айтып кеткенде бізде, яғни біздің никета амидіміз алғашқы препараттарға қарап салыстырған кезде ол сұйық препарат болып табылады. Арнайы реакциялар. Никотин қышқылының туындыларына арнайы реакциялар. Әрине, біз оны қарастырған кезде физика-химиялық және химиялық қасиеттер деп те атауға болады, және идентификация арнайы реакциялар деп атаймыз. Арнайы реакцияларына жататын бірінші, мына біздің қышқылымызға, пиридин карбон қышқылына сірке қышқылының натрий тұзымен мыс ацетатының қосылысын әрекет еткізген кезде бізде комплексті қосылыс түзеді. Комплексті қосылыс мыс қосылыс түзегені көк түсті тұнба түзеді. Көк түске кристалды зат тұнба түзеді және бізде өткір иісті сірке қышқылы түзіледі. Бұл жерде мен айта кететінім, білесіздер, никотин қышқылы, пиридин 3 карбон қышқылының құрамында мына жерде бізде карбоксил топта не бар? Гидроксил топ бар. Біз спирттерді тақырыбын өткен кезде спирттерге тән ол мыс тұздарымен әрекеттесіп көк түсті тұнба беруі. Яғни біз бұл жерде де қайталап спирттердің де қасиеттерін гидроксил топтың бар екендігін дәлелдеп, оның мыспен әрекеттесуін біз осы жерде де елеп есте түсірсек болады. Келесі, және тағы да мыс тұзымен әрекеттескен кезде біздің пиридин 3 карбон қышқылымыздың мыс сульфатымен және аммоний цианидімен әрекеттесу арқылы бізге комплексті қосылыс түзеді. Комплексті қосылыс түзеді. Және арнайы реакция, осы біздің пиридин 3 карбон қышқылдарының арнайы реакция, ол қыздырғанда, әрине біз натрий карбонатымен қыздырған кезімізде, бұл өзі бензол қышқылының өзінің көмір қышқыл газы бөлініп шығады, су 2 газының, және пиридиннің өзі шығады. Яғни пиридиннің өзінің өткір иісі бар, өзіне тән. Сонымен біз осы никотин қышқылының туындыларына негізгі арнайы 3 реакцияны айтып кетсек болады. Соның ішіндегі әсіресе мыс тұздарымен көк түсті реакция беруі. Келесі, әрқайсысына тоқтаған кезде никотин амид препараты. Никотин амид, жаңа айтып кеттік, ол никотин амидтің несі атауы пиридин 3 карбоксиамид, яғни құрамында амин тобы бар. Енді бұны бірінші натрий карбонатымен сусыз қыздырамыз. Қыздырған кезде бізде жаңағы алдыңда арнайы топтық реакциялар неге байланысты, бұларды сондай топтық алдында келтіріп кеттік қой, міне арнайы реакциялар деп. Әрине, оның өкілдерінде де арнайы реакцияға жатады. Натрий карбонатымен қыздырған кезде бізде аммиак пен және көмірші газы бөлінеді. Ал аммиактың бөлінгенін біз қандай неден білеміз? Өткір иісті. Білесіздер, аммиакты көп қолданысты болғандықтан анигидроксиді өткір иісті екенін бөлініп, яғни біз белгісіз заттың біздің никота амид екенін, яғни оның құрамында аммиактың бар екенін дәлелдейтін осы реакцияны келтірсек болады. Келесі біздің осы никота амидке натрий гидроксидімен, яғни сұйытымен қыздырған кезде бізде не түзіледі? Бізде мынау аммиак бөлініп шығып, бұл жердегі өткір иісті аммиак бөлініп шығып, бензол қышқылының натрий тұзы түзіледі. Бензол қышқылының натрий тұзы. Келесі, никета амид. Келесі, біздің никета амид препаратымыз алдыңғы никотин амидке қарағанда
никита амидтің құрамында 2 этил радикалы бар. 2 этил радикалы. Содан бұл да біздің жалпы неге жатқызады. Тудырғанда натрий гидроксидімен тудырған кезде бізде бензоил қышқылының натрий тұзы мен 2 этил амид түзіледі. 2 этил амид, диэтил амид деп атауға болады. Әрине ол амид эфир этил радикал болғанда ол жеңіл болады және ол ұшуға бейімді болады. Міне 2 дегеніміз диэтил амид. Немесе 2 этил амид түзіледі. Никетамидқа тән реакция. Никетамидтің тағы бір несі, өзіне тән реакциясы. Жаңа арнайы реакциялардың ішіне келтірілгендей, бұл да мыс сульфатымен әрекеттесіп, комплексті, үштік комплекстік тұз түзеді. Кешендік тұз. Үштік, яғни үштік деген, яғни үш қосылысты. Үштік кешендік қосылысты. Және одан үштік кешендік қосылысты біз аммоний цианидімен әрекеттестіріп, ол бізде көк түсті ерітінді болады. Оны аммоний цианидімен әрекеттестіріп, жасыл түсті комплексті қосылыс аламыз, тұз аламыз. Жасыл түсті комплексті тұз аламыз. Келесі, осы ең неміз тағы бір келесі препаратымыз пикамелон. Өзі жаңа алдыңғы препараттарға қарағанда салыстырған кезде пикамелонда бізде не өзгеріс болды? Оның құрамында натрий. Алғашқы препараттарға қарағанда оның ерекшелігі натрий, яғни натрийді біз ескеріп тұрамыз. Натрий бізде көбінесе бейорганикалық дәрістер құрамында кездесті. Ал бұл жерде біз натрийді анықтау кезде біз көбінесе қышқыл қосамыз және ол натрийді алып шығу үшін қышқыл қалдығын. Нингидрин сынамасында жасайды негізгі пикамелонға тән реакция. Және осы тұз қышқылмен әрекеттестіріп, біз 4 аминобутан қышқылын аламыз. 4 аминобутан қышқылы, неге 4 аминобутан қышқылы және нингидрин сынамасы атауға болады. Бұл жерде бізде бензоил қышқылы тұр және натрий сульфат. Одан кейін бізде 4 аминобутан қышқылы. Яғни бізде бутанның өзі бөлініп шығылады, сонда қышқыл қалдығы өзі, бензоил сақинасын өзін алып, бастапқы өнім тұрады. Сосын натрий тұзбен, сульфат көппен, натрий сульфаты түзіліп, және аминомай қышқылы өзі аминобутан қышқылы болып екіге бөлініп шығады. Тазалығы. Әрине ол препараттардың бәрін біз несін қарастырғанда, тазалығын қарастырамыз. Және бір көрсеткіштердің бірі. Бірінші никотин қышқылы, ол сулы ерітінді түсі және мөлдір болу қажет. Екінші нитраттардың болмауы, білесіз нитраттардың болмау кезде, оған біз қандай сапалық реакция жүргіземіз? Дифениламинмен реакция жүргіземіз. Нитраттардың бар болмау құрамында шектен тыс асып кетуіне байланысты. Құрамында 2,6 пиридин дикарбон қышқылының эталонды ерітіндісіне салыстырып қарастырамыз. Эталонды ерітіндісіне қарастырған кезде біз ол ерітіндінің өзімізді алған ерітіндінің таза емес екендігін анықтаймыз. Екінші препарат никотин амид. Сул ерітіндісі түссіз және мөлдір. Нейтралды реакция қарастырамыз және ауыр металдармен ылғал және сульфаттың күлділігін анықтаймыз. Сосын бар ол никотин амидтің қарастырған кездегі осы тазалығына мән береміз. Никетамид. Жаңағы алдыңғы екі препаратқа қарағанда бұның өзінің сұйық екендігін анықтаймыз. Яғни тығыздығы 1,058 және 1,066 грамм сантиметр кубқа сәйкес болу керек. Органикалық қоспалар мен тастандырғыштардың болмауы керек және сульфаттың күлділігі 0,1%-дан аспауы қажет. Осы үш препараттан біз осы ұстансақ, осы үш пункттан ұстансақ, біздің препараттың таза екендігіне көз жеткізе, мүмкіншілігінше көз жеткізе аламыз. Енді сандық анықтау. Никотин қышқылы көбінесе купридитриялық әдіспен анықталады. Сандық анықтауында бензоил қышқылының пиридин 3 карбон қышқылымен анықталады. Пиридин 3 карбон қышқылын
натрий гидроксидін әрекеттестіру арқылы пиридин карбон қышқылының натрий тұзын аламыз. Және оның мыс сульфатын әрекеттестіріп, біз пиридин карбон қышқылының мыс тұнбақ түрлері, көк түсті тұнбақ. Одан шыққан мыс сульфатымыз калий иодидін әрекеттестіру арқылы бізде мыс иодидін килен және калий сульфатын бөліп ала аламыз. Және йод пен натрий дисульфатын әрекеттестіру арқылы натрий иодидінен натрий тетрасульфаты өнім ретінде шығады. Сонымен айтып кеткендей, бүгін біздің тақырыбымыз жалпы пиридин 3 карбон қышқылының препараттары қарастырдық. Ол препараттардың физика-химиялық қасиеттерін және олардың әрқайсысының өзіне тән тазалығын қалай анықтаймыз, және олардың арнайы реакцияларын қарастырдық, және олардың сандық анықтауын қарастырдық. Ал медицинада көбінесе дикетамид тыныс алу және тамыр қозғалыс орталықтарын қоздырады. Оны жедел және созылмалы қан айналым бұзылыстарында тамыр тонусының төмендеуінде және тыныс алу жеткіліксіз болғанда қолданылады. Ал химиялық тұрғыдан пикамелон, никотин қышқылының және гамма-аминомай қышқылының молекулаларында құралған. Фармакологиялық жағдайда осы препараттардың қасиеттерін көрсетеді. Ми қан айналымының бұзылысына вегетотамырлық дистонияда ноотропты және қан тамырларды кеңейтетін зат ретінде үрейлік толқыныш тітіркендіргіш жағдайларда, сонымен қатар физикалық және ойлау қабілеттерін жақсартуда қолданылады. Көңіл қойып, ден қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Ізгі тілекпен, Айнан.